Қайырлы күн достар. Бүгін мен песочный тестомен дайындалатын ет пен самсаны көрсетемін. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен өлшеніп алған ұнымызға сары майымызды қосып, жақсылап теркамен өткізіп, араластырып аламыз. Ұнымыз бен майымызды біріктіріп алатын боламыз. Одан кейін қамыр илейтін боламыз. Мұздай суымызға немесе газдалған суды да қолдансаңыздар болады. Салқын болу керек. Мұздай соған 2 жұмыртқамызды, тұзымызды және 1 ас қасық 9% сусымызды қосып, жақсылап араластырып, ұнымызға құйып, қамыр илейтін боламыз. Мінекей осылай жақсылап қамырымызды илеп алып, пакетке салып, холодильникке жарты 1 сағатқа қойып тұрамыз. Оған дейін біз салмамызды дайындаймыз. Ол үшін бізге фаршқа және құйрық қосып жіберсеңіздер болады. Любой самса, манты жасайтын болсаңыздар, қойдың құйрығын қосып жіберсеңіздер, жасаған тағамдарыңыз өте дәмді болып шығады. Сол үшін құйрық майдан қосамын және пиязды қосамыз. Пиязымызды көбіктеп тураймыз, немесе мен мына жерде измельчительмен бөліп алдым, турап алдым. Сол арқылы қостым және оған дәміне қарай тұз, қара бұрыш қосып жақсылап араластырамыз. Мінекей самсамыздың да салмасы дайын болды. Салмасына тауық етін қоссаңыздар да болады, қойдың етімен, сиырдың етімен жасасаңыздар да болады, немесе асқабақпен жасасаңыздар да болады. Ол жерде өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Мына жасаған қамырымнан мен 40 граммнан бөлемін. 40 граммның өзінде 35-40 самса шығатын болады. Және самсаны түйген кезде өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әртүрлі формада жасасаңыздар болады. Мен видеода 2-3 түрін көрсеткен, және де менің каналымда 5 түрлі самса түйу деген не бар, видео бар, соны қарап көрсеңіздер де болады. Осылайша шетін өріп істесеңіздер де болады, және бір қамырды 2-ге бөліп, екеуін де жайып алып, ортасына салып, домалақ қылып, шет-шеттерін бәрін өріп жасаса да болады. Керемет болып шығады. Ішіне салмасын әртүрлі қылып салсаңыздар да болады. Мінекей осылай самсамыздың бәрін түйіп, үстіне жұмыртқамызды жағып, қызып тұрған пеште 180 градуста 35 минутта, 30-35 минутта пісіріп аламыз. Мінекей самсамыз да пісті. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді, өте керемет, песочный болып шықты. Қанша күн сақтасаңыздар да сондай форманы сақтап тұра алады. Егер мен видеоларым ұнап жатса, лайк басып, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар.